Сәлем достар, бізде бүгін 10-шы сабақтың диалогының жалғасы. Былайша айтқанда 10-шы сабақтың сөздерінің диалогының соңы. Диші 10-шы сабақ тачу нар, ол қайда тұрады. Біз алдыңғы сабақтағы диалогында тағы бір рет қайталап шығайық. Чинвен, чиші банғоншы ма? Кешіріңіз, бұл офис па, немесе кабинет па, кеңсе ме? Ші, не жау шей? Сен кімді іздейсің? Ваң лаушы цай ма? Ошы тады шөшің. Ваң мұғалым бар ма? Мен оның оқушысымын. Та бұзай, та зай жана. Ол жоқ, ол үйінде. Та жу нар, ол қайда тұрады? Та жу ші балу емін. Фаң жен қаушы леулин яу. Ол кісі 18-ші ғимарат бірінші есікте тұрады. Есік комната нөмірі 601. Енді ары қарай жалғасты сұраймыз. Нин жидау тады денхуа хау мама? Нин жидау тады денхуа хау мама? Сіз оның телефон нөмірін білесіз ба? Мысалы, нин жидау тады денхуа хау мама? Сіз білесіз бе оның телефон нөмірін ба? 您知道他的电话号码吗？知道62931074 知道62930174 мына жерде кешіріңіздер мен мына жерде цифрларды басын тайша жазып кеттім де ажан цифрмен жазып кеттім. қазір 6293 62931074他的手机号码是多少？他的手机号码是多少？我能说对 номер看啥？қол телефон нөмірі. 不知道 білмеймін. 谢谢您. рахмет сізге. 不客气 оқасы жоқ. 您知道他的电话号码吗? Сіз оның телефон нөмірін білесіз бе? 知道62931074 білемін 62931074. 他的手机号码是多少？他的手机号码是多少？ оның қол телефон нөмірі қанша? 不知道 оны білмеймін. 谢谢您 рахмет сізге. 不客气 оқасы жоқ. Мына жердегі мысалы телефон нөмірге үй нөмірін біздікі мысалы Астананың нөмірі болса мына жерге мен жазайын сіздерге түсінікті қызық болу үшін. Чидау мысалы білемін. Мысалы біздің Астананыкі мысалы қалай болады? 87172. Енді любой бір нөмір ала салайық. 33 44 55 деп алайық. Оны қалай айтамыз мысалы? Қарамен жазайын. Кішкене түсінікті болу үшін қарамен жазайын. Сіздерге түсінікті болу үшін. 7172. 1 деген сөзді келесі сағатта түсіндіретін боламын. Сандардың ішіндегі 2 мен 1-дің бірнеше түрі болады. 1-дің 2 түрі болады. И және яу. Цифрларды айтқан кезде біз яу деп айтамыз. 1 деген санды. Жазылғанда да ол тек қана бір хыңмен ғана жазылады. Оның яудың жазылуы жоқ. Ал 2-ның 3 түрлі айтыруы болады. Ар деген 2, ляң и ля деген. Бастапқы сөздерді өтіп жатқанда айтып жатырмын. Ляң и ля. Ол біреуі арымыз кішкентай цифрға, ляңымыз үлкен цифрларға, ля дегеніміз адамдар арасындағы қарым-қатынастағы мөлшер сөзге қолданылады. Енді мына жердегі яу дегеніміз 1. Чи, ар, сан, сы, у. Міне біз осының орнына осылай айтуымызға болады. Мысалы, чидау, ба, чи, яу, чи, ар, сан, сы, у. Бұл осылай біздің өзіміздің Қазақстанның нөмірінде айтуға болады. Енді мысалы жердегі шути хаума дейді. Шути хаума сотовый нөмірлерді қалай айтамыз?
Мысалы, мынаның орнына мен сотовый нөмірді қояйын. Иә? Мысалы, менің өз нөмірім. Иә? 8 701 67 268 57. Иә? Мынаны красныймен, қызылмен жазайын қазір. Көрінбей қалып жүрмесін екі қараның ортасында. Иә? Чи лин алдында оқыдық қой, нөлді, иә? Лин яу, чи лин яу. Леу чи леу у чи. Сотовый нөмірді қарай айтамыз. Чи лин яу леу чи. Міне жер кішкене сандарды кішкене астына, өз астына жазайын, иә? Сандар жазылған кезде кішкене сандармен нетіп кетті, иә? Мысалы, міне. Чи лин яу леу чи пейін жазып жатырмын ғой. Леу у чи. Кішкене Қытайша ойлағандық ма, сандарға келген кезде кішкене қиналып жатырмын, иә? Чи лин яу леу чи леу у чи. Иә? Чи лин яу леу чи леу у чи. Иә? Мысалы, мына 707 67 268 57. Олай айтпаймыз. Жеке-жеке бір-бірден сандарды айтамыз. Иә? Бір жердегі номерлерді осылай қойуымызға болады. Өзіміздің де телефон нөмірімізді, мысалы, бір кісілермен компанияда, Қытай компаниясында жұмыс істейтін кісілер болса, иә? Сол кісілер номерін сұрап атса, мысалы, қалай айтамыз? Мысалы, Чи лин яу көбінде бізге 701 активтен қой, енді әр қалай, иә? Мысалы, Чи лин у 701 Белайын нөмірі, Чи лин чи 707 деген теледуа ма, сондай мысалы, иә? Әр қалай. Мысалы, 771 деген бар, иә? Чи чи яу, мысалы, осылай айта береміз, иә? Бұл номерлерді, Қытай тілінде номерлерді міндетті түрде бір-бірден айтамыз. Негізі мен сіздерге енді келесі сағаттарда арасында беру мүмкін. Қытай тілінің грамматикасы осы кітап бойынша 10-шы сабақтан басталады. Біздің қазіргі осы 10-шы сабақ аяқтады, енді осыдан бастап грамматикасы басталады. Если грамматикасымен жаттығуы түсіндірме, чуши, ленши, юйфа, иә? Чуши дегеніміз түсіндірмесі, юйфа грамматикасы, ленши жаттығуы. Осыларды арнайы бөлек бір сабаққа беріп отыруым мүмкін. Егер оған менің уақытым жетіп атса, өйткені 10-шы сабақтан бастап бізде грамматика басталады. 10-шы сабақтан бастап кішкене сөздерде көбейеді, кішкене көлемі де үлкейеді, диалог та үлкейеді. Сондықтан негізі осы көп нәрсесі осы 10-шы сабақтан басталады. Мен уақытым болып атса, міндетті түрде грамматикасын барлығын сіздерге жеткізіп беремін. Жақсы, бұл 10-шы сабақтың соңғы диалогы. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Барлығын жаттап, сөздерді, диалогтарды. Былайша айтқанда Қытай тілінен біз қанша, мен сіздерге неше рет айтып келе жатырмын, қанша сөз білеміз. Мысалы, бізде кейбір рекламатор бар. 2 айда сөйлетіп жүрем Қытай тілін, 3 айда сөйлетіп жүрем. Әрине ол кісілер сөйлете алады. Егер сіз 2-3 айдың ішінде иероглифті қанша көп иероглиф үйренсеңіз, сіз соншалықты сөйлей аласыз. Қанша сөз, жеке сөз білесіз, сіз соншалықты жеке сөйлем құрай аласыз. Қытай тілінің грамматикасы енді біздің қазақ тілі мен орыс тілінде қатты қиын болмайды. Өте. Бірақ та Қытай тілінде не қиын? Бізде жеке, мысалы бізде 5000 иероглиф деп айтып жатады, иә? 5000 иероглиф деген сөз, мысалы мына сияқты шоуджи деп 2 сөз біріктіріп айтқан емес. Жеке-жеке бір иероглифтен 5000 иероглиф. Сонда сіз ойлаңыз, 2-2-ден сөз қып шығарсаңыз, ол қанша иероглиф болады? Сондықтан бұл иероглиф, енді оны мен точно мынандай иероглиф деп айтпаймын ғой, бірақ та сіз қанша көп иероглиф
иероглифті жеке сөздерді білдіңіз, сіз соншалықты сөйлей аласыз. Өйткені сіз олардың орын тәртібін қойып, біріне-бірін қоссаңыз болды. Одан сөйлем шығады. Сондықтан міндетті түрде әрбір жеке иероглифті міндетті түрде білуіміз керек. Сол жеке иероглифті білгеннен кейін бізде сөйлемдер шығады, сөздер шығады. Сол арқылы біз кәдімгідей өзіміздің ойымызды жеткізе аламыз. Сіздерге шын жүректен сәттілік тілеймін. Қытай тілінен ары қарай көп жеңістерге жетуімізге, жеттудеріңізге шын жүректен тілектеспін. Рахмет.